Қымбатшылық қысқан қазақстандықтар арзан тамақтан ауруға шалдығып жатыр. Көбінде жүрек, қатерлі ісік, диабет, созылмалы аурулары бар. Қазақстанда азық-түлік бағасының күннен күнге шарықтауы тұрғындардың артық салмақ жинауына әкеліп жатыр. Өйткені пайдалы тағамдарды қалтасы көтере бермейтін жұрт арзан әрі зиянды өнімдерді көптеп пайдалануға көшкен. Денсаулық қауымдастығы жүргізген зерттеу нәтижесінде елдегі 18 және 25 жас аралығындағы азаматтардың 22%-ында, ал 50 жастан асқан адамдардың 62-64%-ында артық салмақ бар екені анықталған. Ауру астан дегенде қазір айлығы шайлығынан артылмайтын көпшілік құнарлы бар тамақ жеуден қалдық дейді. Соңғы кезде азық-түлік бағасының аспандап бара жатқаны халықтың табысына ғана емес, денсаулығына да кері әсерін тигізіп жатқанын мамандар да растайды. Зерттеу кезінде бізді әсіресе жастардың тамақтану мәселесі алаңдатады. Олар қазір денсаулықтарын күтіп жүрген жоқ. Не болса соны ішіп жейді. Ондайлар болашақта жасына жетпей ауру табатындары анық қой, дейді денсаулық қауымдастығының басшысы Бақыт Түйменова. Зерттеу нәтижесінде еліміздегі 50-ден асқан азаматтардың көбінде жүрек, қатерлі ісік, диабет, созылмалы аурулары бар екені белгілі болған. Мамандар мұндай кеселендер негізінен дұрыс тамақтанбаудың кесірінен болатынын айтады. Сондықтан халықтың денсаулығын жақсарту үшін пайдалы азық-түліктің сапасын арттырып, бағасын қолжетімді етуге көңіл бөлуіміз керек, дейді қауымдастық өкілдері.